қандай бағытта немесе қандай роботтарды құрастыру жоспарында бар Антарестің? Психологиялық жанрдағы және фантастикалық та, хоррор жанрындағы да кітаптарды оқыған жақсы көремін. Японияның және Кореяның кітаптарын, комикстерін оқыған жақсы көремін. Оның алдында тек волейболмен шектелетін, тек қана сол спорт қана маған ұнайтын. Ең аяулы сөз қандай деген сұрақ? Сіз бұл сұраққа қалай жауап бересіз? Ең аяулы сөз мен үшін бұл ана. Үш әріптен тұратын қарапайым сөз, бірақ та бәріміз үшін өте маңызды. Бізбен туғаннан бері бірге болып жүрген және барлық ана жүрегімен шексіз махаббатпен қамқор беретін сөз. Сәлем достар, сіздермен бірге Абай дарыны подкасты. Бүгін бізде қонақта мектебіміздің 10-шы сынып оқушысы, Антарес робототехника командасының мүшесі Есенова Ажар. Ажар, қош келдің. Қош көрдік. Көңіл күйің қалай? Керемет. Керемет, бізде қуаныштымыз. Сіздің бүгін біздің арнайы шығарылымға келіп қонақ болып жатқаныңызға. Ажар, өзіңізге қояр алғашқы сауал. Мектебімізде робототехника командасы Антарес, біз айтып жатқан жалпы қалалық, республикалық деңгейдегі чемпионаттарға қатысып жүлделі орындар алып жүр. Тіпті соңында сіздер халықаралық Индонезия барып қайттыңыздар. Осы Антарес командасының тарихы, мүшелері туралы айтып өтсеңіз. Негізі Антарес командасы Ақмыра Ақжанқызы біздің мектебіміздің математика пәнінен беретін мұғалімнің арқасында басталды. Бұл мұғалім бәрімізді жинаған болатын, қатысыңыздар. Одан да біздің командамыз осы 2023 жылдың шілде айында басталған. Айтқан болатын, жазда бос отырмай, одан да осындай пайдалы нәрсеге қатысыңыздар депші. Ақмыра апай бізді шақырған болатын, үстіп команданың мүшелерін шақырды, жинады. Осылайша біз тәжірибе жинап, 7 айдың ішінде осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Керемет. Ал командада жалпы қазір неше адам бар? Қазір командада 15 адам. Бұл ең максималды адам саны, Сіздің командадағы қызметіңіз қандай? Мен командада social media менеджер, яғни әлеуметтік желілерге жауап беремін және дизайнермін. Іс-шараларға өзім идеялармен және тұжырымдамалармен жұмыс жасаймын. Яғни сіз SMM мамансыз, команданың? Бұл команданың Inspire деп аталатын, Inspire team, Inspire команда. Inspire бұл ағылшын тілінен аударған кезде шабыттандыру деп аударылады. Неге команданың аты Антарес? Антарес бұл қызыл жұлдыз, шоқ жұлдызы, скорпионның. Соған байланысты етіп қойдыңыздар, өздеріңіз? Жақсы. Ажар, сіздер өткен қаңтар айында Индонезияның Депок қаласында өткен First Teach Challenge чемпионатына барып қайттыңыздар, Жалпы сайыс барысы қалай өтті, қандай тәжірибе жинақтадыңыздар, қандай әсер алдыңыздар? Сайыс негізі біздің бұл ең бірінші 3 орын алып келген сайысымыз болды. Керемет тәжірибе жинап келдік. Бұл біздің бірінші рет болған. Бірінші рет осындай халықаралық дәрежеде басқа елге барып, шет елге барып орын алып келген кезіміз болды. Біз Индонезияға, Депок қаласына 12 сағат ұшақпен ұшқан болатынбыз. Бұл мен өмірімде негізі бірінші рет сондай болып тұр. Басқа елге барып, осындай жарысқа қатысқаныма негізі өте керемет өтті. Ағылшын тілінде қорғадыңыздар, ағылшын тілінде, себебі бұл ортақ тіл болғаннан кейін ағылшын тілінде көбінесе сөйледік. Кейде қиыншылықтар болды, басқаларында, басқа командаларда, бірақ бізде ағылшын тілінің базасын білетіндер көп болды. Жақсы. Ажар, сол Индонезияда сіздер қатысушылардан, басқа да қатысқандардан қандай дүниелерді ойға түйдіңіздер? Басқа қатысушылардан идеялар, қандай да бір қызықты жайттар болды ма сапар барысында? Сапар барысында басқа командалардан ба? Негізі ондай жоқ болған жоқ, шынымды айтсам.
Яғни сіздер өздеріңіз құрастырған роботты апарып қорғадыңыздар, иә? Бірінші, екінші, үшінші орында сіздердің командаларыңызда болды. Құттықтаймыз. Рахмет. Біз сіздермен мақтанамыз. Енді осы орайда сұрағым келіп тұр. Сіздер Индонезиядан келгеннен кейін біраз өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңызбен бөлісіп жаттыңыздар. Мектепте, қарсы алғанда солармен де бөлісе өтсеңіз. Индонезия елінде тағамдары өте біртүрлі болды, шынымды айтсам. Басқа ел болғаннан кейін әрине бізге тамақтары біртүрлі болды да. Немесе қатты тәтті, немесе қатты ашты, андай біртүрлі болды, иә. Сосын одан басқа біз жарыстың алдында біздің Оқбек, біздің топ мүшеміздің кодын біреу өшіріп тастаған болатын. Тура жарыстың алдында, жарысқа шыққан кезде бізде робот істемей қалды. Сондай да болды. Дер кезінде, түзеп үлгердіңіздер. Түзеп үлгердік. Керемет. Жалпы сіздердің осы командада роботтарды құрастыру, жалпы алдын ала идеяны талқылау барысы қалай жүреді? Сіздерде жеке топ мүшелері ұсыныс тастай ма? Сіздер жоқ әлде зерттеп, сосын барып құрастыруға кірісесіздер ме? Біз жеке топ мүшелері шешеді. Бізде өзінің командамызда инженерлер бар. Билдер бар, яғни роботты құрастырушылар. Олар бір-бірімен бірінші ақылдасып алады, қалай ыңғайлы жасауға болады роботты, тезірек пиксельді жинау үшін деген сияқты, қалай біз оны жақсартамыз. Негізі әр ойын сайын, әр жарыс сайын біз осыны талқылаймыз. Оның алдындағы жарыстарда қандай қиыншылықтар болды біздің роботта, соған қарай біз роботты әр жарыс сайын ауыстырамыз. Яғни алдыңғы жарыстағы кеткен қателіктер болса түзеп, жетілдіріп отырасыздар. Жақсы. Жалпы өздеріңіз алғашқы құрастырған роботтарыңыз қалай болды қазіргімен салыстырғанда? Біздің ең алғашқы роботымыз алдыңғы маусымда 2023 жылы FGC жарысында басқа болды, өте басқа болды. FGC ол First Global Challenge жарысы. Бұл жарыста біздің робот ең бірінші болғаннан кейін әрине көп нюанстар болды десем болады. Ол басқа роботтардан қарағанда қатты керемет болған жоқ, бірақ осы уақытқа дейін біз өте көп тәжірибе жинап, роботымызды одан сайын жақсартып жатырмыз десем болады. Одан да керемет. Ол кездегі робот бізде шар жинап, бір жерге апарып жинайтын. Тура солай, қазіргі сезон маусымға ұқсас, бірақ басқашалай өте. Яғни күрделендіріп жатырсыздар, роботтың атқаратын қызметтерін. Осы робототехника бойынша сізге жалпы робототехникада қатысу, солай тәжірибе жинақтау, геометрия, физика, мынау математика сияқты пәндерден қандай да бір өзінің көмегін тигізеді ме? Бізде көбінесе математика пәні көмегін тигізеді, кей кезде роботты құрастыру барысында әсіресе. Роботты құрастыру барысында біз оның роботтың кейбір детальдарын неше градуста тұрғанына дейін соның бәрін санау керек. Ол жарыстың өзінің ережелері бар. Осы сантиметрден ұзынырақ болмау керек деген сияқты, мынанша градус тұру керек, немесе 4 мотордан көп болмау керек деген сияқты сондай ережелер болады да. Сондай кезде математика пәні керек болады, және есептеуге роботтың орналасуын деген сияқты. Демек, бізде робототехникаға қызығатындардың негізі жаратылыстану бойынша бейімі болу керек, Ал робототехникаға қызығып, бірақ әлі бастай алмай жүргендерге қандай дүние айтар едіңіз? Бастай алмай жүрген адамдарға айтарым, ең бастысы командамен жұмыс жасау білу керек. Егер командамен жұмыс жасау білмесең, команда болмайды. Сол үшін командамен жұмыс жасап үйрену керек. Сіздер өздеріңіз Антарестің қазіргі кезде бірнеше ұйымдарын құрып жатсыз. Сирус, бұл FL команда, ол First Lego League команда, яғни Лего роботтарымен жасайтын команда, бәсекелесетін
Бізде Сириус және Орион деген командалар бар. Бұл командаға бізде топ мүшеміз Ұлдана жауап береді. Екі командаға да Сириус пен Орион деген екі командан осындай өзіміздің шоқжұлдыз сияқты атау берген болатынбыз. Сириус деген бұл көк түсті жұлдыз, иә. Керемет. Олар қазіргі кезде біздің 8-ші сыныптарда мүше болып жатыр. Өздеріңіз іріктеп алып тікелей жүргізіп жатырсыздар жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді Ажар, менің осы орайда мынандай дүниені сұрағым келіп тұр. Антарестің алдағы уақытта жол жоспарлары қандай бағытта, немесе қандай роботтарды құрастыру жоспарында бар Антарестің? Біз алдағы уақытта Астанада өтетін Central Asia жарысына дайындалып жатырмыз. Бұл жарысқа бізде өте көп жоспар бар. Келесі аптада біз скриммейдж өткізбекпіз. Командамен скриммейдж бұл қалай айтсам болады, практис матч, яғни дайындық, Алматыдағы командаларға арналған дайындық жарысы. Ол өзінің командалар сол Central Asia Астанада болатын жарысқа дайындалу үшін өздері роботтарын тексеру мақсатында келеді. Және одан басқа бізде көптеген жоспарлар бар. Біз жаңадан дөңгелектер алғымыз келіп тұр роботымызға, себебі бізде жай универсал дөңгелектер, бірақ одан да қымбатырақ және күштірек дөңгелектер бар. Мысалы, біздің дөңгелегіміз тек алдыға және артқа жүреді. Оңға да солға да былай бұрылатын дөңгелектер де бар, сондай да алғымыз келіп отыр. Жақсы, сәттілік. Енді Ажар, осы робототехникада жүргеннен кейін жалпы мен сізге кітап тақырыбына қарай ауысқым келіп тұр. Өзіңіз ғылыми фантастика жанрында кітап оқисыз ба? Жалпы осы ғылыми ізденісте, енді сіздер өте көп ізденістер жасайсыздар. Соған байланысты кітаптардан қандай жанрдағы кітаптарды оқисыз? Жалпы ғылыми әдебиеттерді қарайсыздар ма? Негізі кітаптарды оқуды өте жақсы көрем, бірақ көбінесе психологиялық жанрдағы және фантастикалық та, хоррор жанрдағы да кітаптарды оқыған жақсы көрем. Қазіргі уақытта кітап оқымайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын. Көбісіне ұнайды кітап оқыған, бірақ егер ұнамайтын болса, мен ойымша тек ол адам өзінің ұнататын кітабын таппаған үшін ғана оқымайды деп санаймын. Иә. Өте жақсы ой. Сіздің ең сүйікті кітабыңыз? Менің негізі мен жасөспірімдерге арналған әдебиетін оқыған жақсы көрем. Мен ең сүйікті кітабым, негізі өзімнің сүйікті кітабымды әлі таңдаған жоқпын. Маған барлық кітаптар оқыған ұнайды. Мен оқыған кітаптардың ең қызығын мен бір күнде оқып тастаймын. Сондықтан мен өзімді ең қатты жақсы көретін кітабым жоқ деп айтсам болады. Барлық кітапты бір-бірінен ажыратпаймын дейсіз ғой, иә? Жақсы. Онда соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Мен соңғы оқыған кітабым Харуки Муракаминың кітабы «Слушай песню ветра» деген орысша кітап. Мен бұл кітапты өзімнің сыныптасымнан сұрап оқыған болатынмын. Мен де өзім кітаптарды сатып алып оқып болғаннан кейін өз ойыммен басқа адамдармен бөлісіп, ойыммен оларға да оқуға берем, немесе керісінше өзім сыныптастарымнан, достарымнан кітап сұрап оқимын. Жапон әдебиетінен, Мураками керемет. Әлем әдебиетінен оқып жүр екенсіз. Ажар, сол кітаптардағы образдар, кейіпкерлерге қатысты қатты әсер еткен тұстар деген есіңізде жиі қала ма кітаптардан? Немесе сіз кітапты оқығанда есте сақтау керек тұстарын өзіңізге белгілеп алып жүретін бір ережелеріңіз бар ма? Егер кітап қатты қызық емес болса, негізі менде сондай болады, бірақ егер кітап қатты маған қызық болса, мен ол туралы ұмытып кетем. Прям андай болады ғой, өзіне цитаталарды, сондайларды жазып алатын, немесе белгілеп кететін. Бірақ мен өзіме кітап қатты ұнаса, мен ондайды ұмытып кетем де, бүткіл уақытымды сол кітапқа ғана өткізем. Кіріп кетем десем де болады сол кітапқа, сол бір әлемге кіріп кеткенде боламын өзімді. Солай. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Енді осы арада кітап оқуда қазір жасөспірімдер арасында комикс, мангаларды оқу ерекше сұранысқа ие.
біз бір сабақтарымызда бұны талқылаған болатынбыз. Иә, өздеріңізбен, сыныптастарыңызбен, әсіресе мангаларды, комикстерді, тіпті ең соңғы шыққан нұсқаларын жібермей, оқимыз деген сияқты бірнеше маған сіздер ұсынған болатынсыздар. Мен де қарап оқып шықтым. Анимелерді де өздеріңіз ұсынған, қарап біразын енді есімде қалған тұстары да бар. Анимелерден тағы да қарау керек деп белгілегендер бар. Өте қызықты, бірден оқырманды баурап алады деп айтуға болады. Өзіңіз комикс мангаларға қатысты не айтасыз? Неліктен сіздер жалпы комикс мангаларға ерекше қызығып оқисыздар? Қазіргі жасөспірімдер қатты қызығады деп ойлаймын. Мен өзім манхва, яғни Японияның және Кореяның кітаптарын, комикстарын оқыған жақсы көремін. Олар өте қызықты. Негізінде сол мангаға қатысты анимелар шығады, ал манхваға қатысты дорамалар шығады. Тек қана манхвамен оқымай, оның қалай айтса, экранизациясында көруге болады. Өте қызықты. Сондықтан да қазіргі уақытта жасөспірімдер оған қатты қызығады. Қандай комикс мангаларды атап кетесіз? Мен оқыған манхва «Милый дом», ол хоррор жанрында, өте қызықты. Оған байланысты дорама шыққан болатын, оны да көрген болатын. Ал мангадан «Атака титановты». Ол да өте қызықты, оның да анимесі шыққан болатын. Ал анимелерден ең топ 1-3 анимеңізді атап кетесіз бе? Бірінші орында менде әрине «Атака титанов», екінші орында волейбол, себебі волейболдың арқасында менде волейбол спортының өзіне қызығушылық пайда болған. Иә. Ал үшінші орында мүмкін Миядзакидің бір анимесі. Мүмкін. Магическая битва шығар. Иә. Волейболды айтқандай мен бастадым өткен жолы. Иә, біз сыныптарыңызбен айтқанда өте берер көп адамға, иә, мотивация, енді кейбір тұстары ой салады дегендей. Біріншіден ол сіздерді визуалды тартады, иә. Және де комикстарды өздеріңіз өткенде сайттарда атадыңыздар ғой. Мынандай сайттардан оқимыз деген сияқты. Соңғы сюжеттері, олар визуалды біріншіден сіздерді қызықтырады. Екіншіден олардың сюжеті өте шытырман, иә. Сіздер сол жағынан оған көбірек қызығасыздар. Негізгі артықшылықтары осы ғой сонда. Әлде тағы да басқа жағынан ба, тақырып жағынан сіздерге ерекше бұлардың ұнауы? Негізі тақырып жағынан да ұнайды. Негізі олардың сюжеттері өте қызықты болады. Өмірмен байланыстырғанда, яғни магическая битваны айтсақ, ол өмірде болмайтын нәрседе адамның оймен шығарылған. Содан кейін соның арқасында мүмкін көп соған қызығады, көбінесе магия туралы болғаннан кейін шығар мүмкін. А волейбол ол өзімен қызық комикс десем болады. «Атака титанов» туралы айтып кетсем, оның сюжеті титандар туралы, адамдар титандардан тығып отырады үлкен стенада, иә. Мүмкін содан кейін олар өте қатты қызық. Жақсы. Ажар, комикс мангаларды айтып жаттыңыз. Жаңа волейбол анимесіне көрдім. Сосын менде волейболға қызығушылық ерекше туындады деп. Мектепте сіз үстел теннисімен, волейболмен айналысасыз, иә? Жеке қызығушылықтарыңыз туралы айта өтсеңіз. Маған волейбол спорты өте қатты ұнайды, және үстел теннистің өзімнің сыныптастарымның арқасында үйрендім. Оның алдында тек волейболмен шектелетін, тек қана сол спорт қана маған ұнайтын. Бірақ қазіргі уақытта уақытым мүмкін болмағаннан кейін азырақ айналысатын болып кеттім спортпен, бірақ тек демалыс күндері, осы сенбі-жексенбі күндері айналысамын, ойнаймын. Үстел теннисін бұрын мен ойнамам деп ойлаған жоқпын, бірақ сыныптастардың арқасында үйрендім. Маған өте қатты ұнады. Тек қана спортпен ғана шектелмей, сурет салуды да жақсы көремін. Өзіңіз жеке сурет салып тұрасыз, иә? Иә. Комикстерді өзіңіз сала аласыз ғой? Жоқ. Жақсы. Ажар, мектеп
енді мектеп тақырыбында айтып жатырмыз ғой. Мектепте бізде қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытады. Жалпы сіз осы біздің мектепте кейбір дүниелерге қатысты сізді толғандыратын, ойландыратын өзіңізге қандай да бір дүниелер бар ма? Қосып айтып кетсем, көбінесе мектептерде қыздар арасында мәселелер болады. Мысалы, мұғалімдер қыздардан қарағанда көбінесе ұлдарды жақсы көреді дейміз. Қыздарға сөйлеткізбей ұлдардан сабақ сұрайтын болады. Бізде осындай оқиға болатын, бірақ атын атамайым. Қыздардан қарағанда ұлдарды көбінесе жақсы көретін мұғалім деймін ба, ұлдардан сұрайтын, қыздар емес, ұлдар оқысыншы мүмкін, олардың дауыстары жуанырақ қой деп сұрағандар да болатын, яғни теңсіздік, сондай дискриминация болып тұрады дейсіз. Жақсы, бұл енді әрине бұны бізді тыңдағандар, мұғалімдер, бізді көргендер ойлануы мүмкін. Сондықтан бұндай дүниелерде айтқанымыз жөн. Ажар, осы бос уақытыңызда сіз жаңағы енді мектепте бос уақытыңызда қосымша осындай дүниелермен айналысасыз. Робототехникаға да уақытты табасыздар, сіздер тіптен сабақтан бөлек уақыттарда көп командамен жұмыс жасайсыздар. Сіздерде команда капитаны Ұлықбек, бәріңіз бірге идеяны ойласып бірігіп жұмыс жасайсыздар. Енді осы робототехника бойынша сіздерге қандай да бір көмектер қажет, қандай бір қолдау қажет мектеп тарапынан? Қазіргі уақытта көбінесе бізде әлеуметтік жақтан қиыншылықтар болып жатыр. Біз мүмкін Астанаға бара алмай қалуы мүмкінбіз, себебі көбісінің жағдайы төмен, жетпеуі мүмкін оған. Мысалы, қазір бізде көп ақша сұрап тұрды Астанаға бару үшін, жарысқа қатысу үшін. Бұл мәселе негізі біз Индонезияға баратын кезде де болды. Көбісі қаржылай көмек керек болғаннан кейін тек команданың 5-6 оқушысы ғана барған болатын. Негізі ол кезде бізде командамыз 12 адам болған. Тек жартысы ғана бара алды. Осы жолы мүмкін Астанаға барған кезде сондай да болуы мүмкін деп ойлап тұрмын. Қаржылық, сонда қаржылық жағынан мәселелер болып тұрады, робототехникамен айналысуға. Үй ішіңізде сіз үйге барғанда да мектеп уақытынан тыс үйде де бұл шаруамен айналысасыз ба? Үйде мен тек демалыс күндер боламын, әсіресе көбінесе жазда. Бірақ алыста тұрғаннан кейін мен сенбі жексенбі күні үйге қайтпаймын. Жақсы, рахмет, Ажар, өзіңіздің бүгін подкастымызға келіп, ойыңызды бөлісіп, пікір алмасып жатқаныңызға. Біздің подкастымыздың соңында үнемі қорытындылайтын мынандай бір сөз бар. Ол сізге шабыт сыйлайтын, немесе сіздің көңіліңізге сондай жылылық ұятатын ең аяулы сөз қандай деген сұрақ. Сіз бұл сұраққа қалай жауап бересіз? Ең аяулы сөз мен үшін бұл ана. 3 әріптен тұратын қарапайым сөз, бірақ та бәріміз үшін өте маңызды. Бізбен туғаннан бері бірге болып жүрген және барлық ана жүрегімен шексіз махаббатпен қамқор беретін сөз. Керемет. Рахмет сізге, Ажар. Сізге рахмет. Осымен біздің подкастымыз тәмам. Барлық тыңдармандарға көп рахметімізді айтамыз. Келесі шығарылымды асыға күтіңіздер.